Қадірлі аталар мен апалар, құрметті жұмыс істейтін отандастар. Бүгінгі видеоны соңына дейін қарасаңыз, өзіңнің қалтаңыздан кеткен, немесе кетуге тиіс болған, бірақ кетпей қалған жүздеген мың теңгені қалай анықтайтыныңызды үйренесіз. Бүгін әңгіме жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары туралы, қазақша қысқартып айтқанда OPVR. Бұл 10% жеке жарнадан бөлек, жұмыс беруші өз ақшасынан, яғни компанияның шотынан бейжезек шотыңызға аударуға міндетті қосымша сома. 2024 жылы бұл жарна 1,5% болды, 2025 жылы 2,5%, ал 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап 3,5%. Яғни 10% плюс 3,5%, барлығы 13,5% сіздің зейнетақы шотыңызға түсуге тиіс. Ал 2027 жылы 4,5%-ға өседі, 2028 жылы 5%-ға жетеді. Бұл сіздің болашақ зейнетақыңыз, сіздің ақшаңыз, бірақ көптеген жұмыс берушілер бұл жарнаны төлемейді. Немесе айлық жалақыдан кем мөлшерді көрсетеді, немесе мүлде конвертте беретін жалақыдан ешқандай жарна жасамайды. Сіз ол туралы білмейсіз, жалақыңыз уақытылы келеді, бәрі дұрыс көрінеді. Ал зейнетке шыққанда шотыңыздан жұмыс берушінің OPVR жарнасы жоқ, сіздің болашақ зейнетақыңыз кемшіл. Осы видеода мен сіздерге OPVR деген не, кім төлейді, кімге түседі, қалай тексеру керек, жарна жасалмаса нені істеу керек, бәрін нақты қадамымен айтамын. Көбі осы ақпаратты білмейді, ал заңсыздық жасаған жұмыс берушілерге айыппұл 30-дан 200 АЕК-ке дейін. Қадірлі аталар мен апалар, сіздердің өмірлеріңізді ойлайын. 30 жыл, 40 жыл еңбек еттіңіздер, мұғалім болдыңыз, құрылысшы болдыңыз, жүргізуші болдыңыз, дәрігер болдыңыз, даяшы болдыңыз, тігінші болдыңыз. Ал жалақыңыз бар кезде оны түгел пайдаланасыз, баланы өсіресіз, үй тұрғызасыз, кейге тойға той ұйымдастырасыз. Ал зейнетақы болашақта келер деп ойлайсыз. Ал жұмыс беруші тыныш жатыр, мен бәрін төледім, заңдымын дейді. Бірақ іс жүзінде БЖЗ шотыңызды тексерсеңіз, OPVR жарнасы жоқ, немесе 1 айда бар, 2 айда жоқ, 3 айда 300 теңге ғана, жалақыға ешқандай сәйкес келмейтін сома. Маған жазған бір апа айтты, мен 20 жыл бойы жеке дүкенде сатушы болып жұмыс істедім, жалақым 150 мың теңге, шартым жазылған, бәрі заңды деп ойладым. Зейнетке шықтым, БЖЗ шотымды тексердім. 20 жылдың жарымнан көп кезеңде жарна жасалмаған, жеке 10% ғана түскен, OPVR мүлде жоқ. Есептеп көрсем, менің болашақ зейнетақым 100-деген мың теңге кемшіл. Ал жұмыс берушімді жауапкершілікке тартуға, айыппұл салдыртуға, жарна қайтарып алуға толық құқым бар екен. Тағы бір ата жазды. Мен қолөнерші болдым. Тоқыма фабрикасында 28 жыл жұмыс істедім. Жалақымнан OPVR ұсталмаса да, жұмыс беруші өз ақшасынан төлеуге міндетті екенін білмедім. Ал тексерсем, барлық жылдары жарна жасалмаған. Мен еңбек инспекциясына шағым жаздым. 1 айдан соң жұмыс берушіге 50 АЕК, яғни бүгінгі АЕК 53 мыңның жартысы 53 шартты қолданғанда 265 мың теңгеге жуық айыппұл салынды. Ал менің шотыма кешіктірілген жарналар мен өсім қоса аударылды. Тағы бір ата жазды, 71 жастағы қария, мұғалім болған, 35 жыл мектепте сабақ берген. Зейнетке шығарда БЖЗ шотын тексерді. 1 жылдан астам кезеңде жұмыс беруші жарна жасамағанын көрді. Оның бұрынғы мектеп директоры сол кезде қаржы дағдарысы болған, бухгалтер бөлімі кешіктірген, кейін ұмытылған деген. Ал ол апа 9 ай бойы бірнеше инстанцияда шағымданды, бәрін дұрыс жолға қойды. Артта қалған жарналар өсімпұлмен толық шотына аударылды. 170 мың теңгеге жуық. Маған жақында жазған тағы бір жағдай, тігін фабрикасында жұмыс істеген апа. Ол 20 жыл жалақысы конвертте алған, ресми жалақы ең төменгіде көрсетілген, ал қалғаны қолма-қол ешкімнің ешқандай жазбасы жоқ. Зейнетке шығарда БЖЗ шотында мардымсыз сома зейнетақысы 50 мың теңге ғана. Ал ол 20 жыл бойы айына 300 мың теңге алып отырғанын дәлелдей алмайды. Себебі банк аудармасы жоқ, жазбалы дәлел жоқ. Бұл ең қайғылы жағдай. Сондықтан әр жұмыс істейтін адамға мен қатаң айтамын, жалақыны тек банк картасына, тек ресми, тек еңбек шартымен алыңыз. Конверт болашақ зейнетақыңыздың жауы. Пікірлерге жазыңыз, сіздердің жалақыларыңыз қанша болды? Қайда жұмыс істедіңіздер? БЖЗ шотыңызды тексердіңіз бе? Мен әрбір жазуды оқимын, жеке кеңес беремін, жиі қайталанатын жағдайларды келесі видеоларда талдап беремін.
Достар, егер сіз біздің арнаға әлі жазылмаған болсаңыз, қазір жазылыңыз, қоңырауды басыңыз, лайк қойыңыз. Неге маңызды? Зейнетақы жүйесі Қазақстандағы ең жиі өзгеретін жүйелердің бірі. 2020 жылдан бері жыл сайын ОПВР мөлшері өзгереді. Жарна тәртібі өзгереді, жаңа санаттар қосылады, кейбіреулері босатылады. Егер осы ақпаратты үнемі қадағаламасаңыз, құқығыңызды жоғалтасыз. Мен заңгер Бекзатұлы Арман сіздерге заңдарды қарапайым тілде түсіндіремін. Сіздің қалтаңыздағы ақшаны қорғаймын. Видеоны жұмыс істейтін балаларыңызға, немерелеріңізге, ауылдағы жақындарыңызға жіберіңіз. Олар да өз шоттарын тексеру керек. Себебі болашақ зейнетақы осы бүгін жасалатын әрбір жарнадан құралады. Ал енді тарихқа оралайық. Кеңес одағы кезінде жинақтаушы зейнетақы жүйесі болмады. Зейнетақы мемлекеттік бюджеттен төленетін, әр жұмысшы үшін арнайы шот ашылмайтын, мемлекет бәріне зейнетақы кепілдендіретін сома жас пен стажға байланысты, бірақ қарапайым, түсінікті. Ал тәуелсіздіктен кейін 98 жылы Қазақстан посткеңестік кеңістіктегі жаңа үлгіні қабылдады, жинақтаушы зейнетақы жүйесіне көшті. Әр жұмысшының березақта жеке шоты ашылды, ай сайын жалақысынан 10% жарна ұсталатын болды. Бастапқыда жеке жинақ қоғамдары болды. Кейін бәрі бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына БЖЗ-ға біріктірілді. Ал 2024 жылдан бастап жаңа элемент қосылды, жұмыс берушінің міндетті жарнасы, ОПВР. Бұл неге керек болды? Себебі жеке 10% жарнаның өзі жеткілікті зейнетақы қамтамасыз етпейтін болды. Өмір қымбаттаған сайын зейнеткерлер кедейленіп барады. Сондықтан мемлекет үкіметі жұмыс берушіге қосымша жауапкершілік жүктеді, сіздің жалақыңыздың үстінен өз ақшасынан жарна төлеу міндеті. Бұл 13 АЕК, 97 АЕК деңгейлермен шектелген, ең төменгі мөлшер айлық есептік көрсеткіштің бір еселік деп алынған еңбекақының белгілі пайызы, ал ең жоғарғы шек 10 АЕК деңгейіндегі еңбекақыға дейін. 2026 жылғы ОПВР ең төменгі жарна 2975 теңге, ең жоғарғы 148.750 теңге айына. Ал кімдер жарна жасамайды? Өзі жұмыспен қамтылғандар мен жеке кәсіпкерлер өзіне өздері тек жеке 10% жарнасын төлейді, ал ОПВР оларға қолданылмайды. Зейнеткерлер, бірінші, екінші топтағы мүгедектер, бала күтімі демалысындағылар, 1975 жылдың 1 қаңтарына дейін туғандар, осы санаттарға ОПВР жарнасы қолданылмайды. Қалған барлық жалдамалы жұмысшылар үшін жұмыс беруші ОПВР-ді төлеуге міндетті. Ал енді заңның мәніне көшейік. ОПВР нақты қалай жұмыс істейді, не өзгерді, не маңызды? 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап ОПВР мөлшері 3,5%. Бұл сіздің жалақыңыздан есептеледі, бірақ жалақыдан ұсталмайды. Яғни сіз өз ақшаңыздан ештеңе бермейсіз, сіздің таза жалақыңыз өзгермейді, ал жұмыс беруші өз бюджетінен қосымша 3,5% БЖС-ға аударады. Бұл ақша сіздің жеке шотыңызға түседі, инвестицияланады, табыс әкеледі, ал зейнетке шыққанда сізге қосымша зейнетақы ретінде төленеді. Мысалы, сіздің жалақыңыз 200 мың теңге болса, жұмыс беруші айына 7 мың теңге ОПВР төлеуі тиіс, жылына 84 мың теңге, 30 жылда 2.520 мың теңгеден астам. Ал 10% жеке жарнамен қосқанда жылына 284 мың теңгеден астам түседі. 2027 жылы ОПВР 4,5%-ға өседі, 2028 жылы 5%-ға, яғни жыл сайын сіздің шотыңызға көбірек ақша түседі. Енді тағы бір маңызды нүкте, жұмыс беруші жарна жасамаса не істеледі? Бұрын жауапкершілік жұмсақ болды, ескерту, шағын айыппұл. 2026 жылдан бастап әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің тиісті баптары бойынша айыппұлдар қатайтылды. Жеке тұлғаларға 30 АЕК, лауазымды тұлғаларға 50 АЕК, шағын бизнеске 80 АЕК, орта бизнеске 100 АЕК, ірі бизнеске 200 АЕКке дейін. Ал қайта бұзушылық үшін бұл еге еседі. Бір АЕК 2026 жылы 4125 теңге, демек ірі бизнеске ең жоғарғы айыппұл 865 мың теңгеге жетеді, ал қайта бұзу үшін 1.730 мың теңгеге дейін. Бұған қоса, жұмыс беруші төленбеген жарнаны түгел өтеуге, кешіктірілген күндер үшін өсімпұл төлеуге міндетті. Өсімпұл қайта қаржыландыру мөлшерлемесінің 125-тен 1 бөлігі деңгейінде есептеледі. Бұл ақшаңыз, заң оны қатаң қорғайды.
Тағы бір маңызды нәрсе OPVR жарнасын жұмыс беруші жалақы төленген айдың келесі айының 25-не дейін аударуға міндетті. Яғни қаңтар айы үшін жарна ақпанның 25-не дейін. Бұл мерзім бұзылса, автоматты өсімпұл есептеледі. Сондықтан бейжазақ шотыңызды әр 90 сайын тексеру ең дұрыс әдет. Жыл бойы қадағаламасаңыз, артта қалған жарна 3-5 жылда жиналадым. Кейде жұмыс беруші банкрот болып кетуі мүмкін, ақшаны қайтару қиынға түседі. Ал уақытылы шағымданған адам жарнаны тез өндіріп алады. Тағы бір мәселе қосымша жұмыс. Егер сіз екі жерде жұмыс істесеңіз, негізгі жерде де, қосымша жерде де екі жұмыс беруші де OPVR төлеуге міндетті, бірақ жалпы мөлшер 10,5 айлығынан аспауы керек. Осы шек асса, артық жарна қайтарылады. Ал сіз қосымша еңбек келісімі бойынша жұмыс істесеңіз, OPVR төленеді. Ал азаматтық құқықтық шарт, яғни ГПАК бойынша істесеңіз, жағдай күрделі, жарна ерікті түрде ғана. Ал енді ең маңызды бөлімге, қадамдық нұсқаулыққа көшейік. Бірінші қадам бейжазақ шотыңызды тексеріңіз, egov.kz порталына кіріңіз, ETS арқылы немесе SMS арқылы авторизацияланыңыз, бейжазақтағы зейнетақы жинақтары туралы мәлімет қызметін таңдаңыз, немесе бейжазақтың npf.kz сайтына жеке кабинетке кіріңіз, немесе NPF мобильді қосымшасын телефонға жүктеп алыңыз. Онда сіз OPV жеке 10% жарна, OPVR жұмыс берушінің 3,5% жарнасы, ерікті жарналар, бөлек көрсетілсе. Айың жарнасы үстінде жалпы табыс бәрі ашық. Егер бір жылдың ішінде OPVR бағанасында 0 немесе бөлшектер тұрса, жарна жасалмағанын білдіреді. Екінші қадам, жұмыс берушіден жазбаша мәлімет талап етіңіз. Компанияның бухгалтериясына жазбаша өтініш тапсырыңыз, 2 данада біреуін өзіңізге мөртабанмен қайтарыңыз. Өтініште барлық жұмыс кезеңі бойынша бейжазақ жарналарының төленгені туралы мәлімет беруді сұраңыз, айлары, сомалары, түбіртектері. Жұмыс беруші 5 жұмыс күні ішінде жауап беруге міндетті. Егер бас тартса, бұл өз алдына заң бұзушылық. Үшінші қадам, жазбаша шағым талап беріңіз. Егер мәлімет ұсынбаса немесе жарна жасалмаған анықталса, жұмыс берушіге жазбаша шағым талап жазыңыз 2 данада. Талаптың мазмұны төленбеген жарналардың толық сомасын бейжазаққа 1 айдың ішінде аудару, өсімпұлмен бірге. Жауабын күтіңіз 10 күн, 15 күн. Төртінші қадам, еңбек инспекция шағымдаңыз. Егер жұмыс беруші жауап бермесе немесе жарнаны аудармаса, еңбек инспекциясына шағым беріңіз. Бұл еңбек, денсаулық сақтау және әлеуметтік қорғау мәселелері бойынша мемлекеттік қызмет. Шағымды egov.kz арқылы да, ЦОН арқылы да, жеке барып та беруге болады. Еңбек инспекциясы 30 күн ішінде тексеріс жүргізіп, жұмыс берушіге айыппұл салады, жарнаны өсімпұлмен бірге өтеуге мәжбүрлейді. Бесінші қадам, сотқа жүгіну. Егер еңбек инспекциясы да нәтиже бермесе, немесе жұмыс беруші сот арқылы жарна сомасын бекіту талап етсе, азаматтық сотқа жүгініңіз. Мемлекеттік баж зейнетақы жарналарына қатысты істер бойынша арзан кей жағдайларда босатылған. Сотта талабыңыздың дәлелдерін келтіресіз, еңбек шарты, жалақы ведомостары, бейжазақ үзінділері, жұмыс берушінің жауаптары, сот шешімі заң күшіне енгеннен кейін сот орындаушысы арқылы мәжбүрлеп өндіреді. Маңызды ескерту, сотқа жүгіну мерзімі қатаң, заңсыз жарна жасамау фактісі анықталған күннен бастап 3 жылдың ішінде. Сондықтан шотыңызды ертерек тексеріңіз, уақытты жоғалтпаңыз. Ал егер компания қайта ұйымдастырылған болса, немесе таратылған болса, жаңа заңды мұрагерге шағым беру керек, ал олар жоқ болса, мемлекет мұрагерлік тәртіппен арнайы қор арқылы өтейтін жағдайлар бар, бірақ әр жағдай жеке қаралады. Тағы бір қадам, бейжазақтың өз арбитраждық қызметіне хабарласу. npf.kz сайтында арнайы форма бар, жарна жасалмау жағдайын хабарлау. Бұл өтінішке бейжазақ өзі жауапты, жұмыс берушіге хаттама жібереді, ал нәтиже болмаса тиісті органдарға арыз жолдайды. 6-шы қадам ретінде Қазақстан Республикасы қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігіне КНР-дағы жүгінуге де болады, себебі бейжазаққа қаржы нарығына жататын институт, оның қатысушыларының құқықтарын агенттік қорғайды. Қадірлі аталар мен апалар, құрметті отандастар. Бүгін біз жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарнасы туралы толық әңгімелестік. Қорытындылайық. Біріншіден, 2026 жылғы OPVR мөлшері 3,5%, ал 2027 жылы 4,5%, 2028 жылы 5%. Екіншіден, OPVR жалақыдан ұсталмайды,
жұмыс беруші өз ақшасынан төлейді, сіздің таза қолыңыздағы жалақы өзгермейді. Үшіншіден, зейнеткерлер, бірінші, екінші топтағы мүгедектер, 1975 жылға дейін туғандар ОПВР төлеуден босатылған. Төртіншіден, жұмыс берушіге айыппұл 200 АЕК дейін, яғни 800.000 теңгеден артық, ал қайта бұзу үшін 2 есе. Бесіншіден, сіздің құқығыңыз қорғалған. БЖЗ шотын тексеру, жұмыс берушіден мәлімет талап ету, шағымдану, сотқа жүгіну. Мен сіздерден сұрайын, сіз өз БЖЗ шотыңызды соңғы рет қашан тексердіңіз? Ай сайын жалақыңыз қанша, ал ОПВР жарнасы түсіп тұрма, жұмыс беруші сізге жарна түбіртегін көрсетеді ме? Пікірлерге жазыңыз. Мен әрбірін оқимын, жеке кеңес беремін. Бұл видеоны жұмыс істейтін балаларыңызға, немерелеріңізге, достарыңызға, туыстарыңызға жіберіңіз. Олардың болашақ зейнетақысы бүгін жасалып жатыр. Арнаға жазылыңыз, қоңырауды басыңыз, лайк қойыңыз. Естеріңізде болсын, жалақыңыз сіздің бүгінгі тамағыңыз, ал БЖЗ жарнаңыз сіздің ертеңгі нан. Заңды білмесеңіз, ертеңгі нансыз қаласыз. Ең соңғы айтарым, еңбек ресми, жалақы ашық, шарт жазылған, банкке аударылады, БЖЗ шотыңыз тазарып тұрады. 4 алтын ережені ұстаныңыз, сонда зейнеттегі ақшаңыз сенімді болады. Сіздердің ата-аналарыңыз бір өмір зейнетақы үшін еңбек етті. Сіздің балаларыңыз оның өткенін қайталамасын, білімді, заңды, құқылы болсын. Тағы бір маңызды кеңес, ай сайын жалақы шығу күнінде БЖЗ қосымшасына кіріп, жаңа жарнаның түскенін тексеріп тұрыңыз. Бұл 5 минут, бірақ зейнетақыңызды сенімді сақтайды. Мен сіздің заңгеріңіз Бекзатұл Арман. Сіздің жағыңыздамын. Келесі видеода кездескенше аман болыңыздар, отбасыңызбен бірге.